Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз және менің көптеген жекелігіме хаттар келіп жатады. Ерлі-зайыпты қарым-қатынасымыз дұрыс болмай жатыр деген. Соны мен психологиялық және жан тұрғысынан және рухани тұрғыдан, нәпсі тұрғыдан сіздерге азырақ түсінік бергім келіп отыр. Бұл тақырып өте керемет. Соңына дейін тыңдаңыздар және мені қосылмаған болсаңыздар маған қосып алуды ұмытпаңыздар. Өйткені менде өте көптеген сіздерге пайдалы ақпараттар үнемі жолданып отырады. Енді ерлі-зайыпты қарым-қатынастың дұрыс болмауы ол көптеген отбасында бар. Бір-бірін түсіне алмайды, ұрыс-керіс деген сияқты. Тіпті оның соңы өте ажырасуға дейін барады. Сондай шайқалып тұрған отбасыларда өте көп екен. Енді бұны осы психологиялық тұрғыдан түсіндіретін болсам, психологиялық тұрғыда дейді 80%, яғни қарым-қатынастың бұзылуын келтіріп шығаратын нәрсе ол сөйлесу емес дейді, тыңдау дейді. Яғни дұрыс сөйлесуді білмейді дейді әр екі жақ. Сол үшін көбірек тыңдап үйреніңіз дейді. Және сіздің ішіңізде мен сені түсінгім келеді деген ішкі ниет болу керек дейді әр қайсы адамда. Егерде соны отбасын жақсартып қалғыңыз келсе. Және сөйлеу барысында сіз сен деп басқаны адамды мысалға сынап, немесе жазғырып сөйлеп емес, мен деп бастаңыз дейді. Әр қандай нәрсе сөздің бастауы мен болсын дейді. Мен ренжідім, мен уайымдаймын деген сияқты сөзіңізді түсіндіріп бастаңыз дейді. Сол кезде сіздің қарым-қатынастарыңыздың жақсаруына септігін тигізеді екен. Және сіз күйеуіңіздің болсын, әйеліңіздің болсын, психологиялық картасын анық біліңіз дейді. Яғни бір отбасын қарасаңыз, әйелің күйеуін 5 қолдай білем дейді, осы сияқты біледі. Ал бір отбасын қарасаңыз, мүлдем бірін-бірі түсінбейді. Бірінің не істеп жатқанында ешқандай бір байланыс жоқ, ішкі жан дүниелерінде байланыс жоқ. Мысалға бір отбасында қарасаңыз, жай ғана бір-біріне сөйлемейді, қасымен, жүрегімен, өзінің ымымен деген сияқты, жай ғана екі адам бір-бірін түсініп отырады. Сол сияқты сіз дейді, сол кісінің сондай психологиялық картасын біліңіз дейді. Оның ішінде, яғни қарсы жақтың махаббат тілін. Яғни біз көп салыстырамыз өзіміздің махаббатымызды. Яғни біреудің махаббаты бәлкім әйеліне көп ақша беру, көп дүниесін беру, машина алып беру, ол оның әйеліне деген махаббатын білдіретін болуы мүмкін. Ал және бір отбасында бар. Мысалға, ол отбасында өйтіп анан дүниені, мына дүниені алмайды. Бірақ ақша ортақ, екі өз отбасына келеді, өздері іштей бір-бірімен сезініп, біліп, сол ақшаларды ортақ өздерінің керегіне істетеді. Әйеліне бөлек сондай дүние андай алып бермесе де, өздері сол істетілген ақшаның барына, сол өздерінің қалауын ортақ алғанына, ортақ істетіп, сол бір отбасының солай күле алғанына риза болып, өз бақыттарын сезінеді. Міне, сол үшін әр отбасында әртүрлі өзіндік махаббат тілі болады. Бірақ кей адамдар қайтеді, оны салыстырады басқалармен. Сол үшін сіз өз құндылығыңыз, отбасы құндылығыңызды сақтап қалу үшін өздеріңіздің махаббат тілдеріңізді білулеріңіз керек. және дейді, бұл бірінші. Екіншісі, сезімталдығын, мысалға, әйеліңіз болсын, күйеуіңіз болсын, қай жерде сезімталдығы бар. Яғни не айтсаңыз ренжіп қалады, нені көп көңіліне алады деген сияқтыларды түсініп біліп алыңыз дейді. Сөзіңіз әрбір адам өз-өзіне қарап сөйлейді. Және оның мысалға күйеуіңіздің әйеліңізді болсын, қандай отбасында өскенін толық біліңіз керек. Ол қандай бір тәрбиелі ерекше бір отбасында өсті ма, ата-анасы бар болды ма, қиындықпен өсті ма, жоқ, өзі өте бір жұмсақтықпен, мейір-махаббатқа толы отбасында өсті ма, сіз сол жағында қарсы жағыңызды толық түсіне алуыңыз керек. Міне осы сияқты нәрселерін өнеген мінез типін. Яғни бір адам тұйық болады, бір адам ашық болады, мінез типі қалай. Бір адам кейде тыныштықты жақсы көреді, бір адам бір уақытта демалғанды жақсы көреді. Міне осының бәрін түсініп
алсаңыз, картасын психологиялық бір-біріңізді, онда сіздерге еш нәрсе қажет емес, бір-біріңізді толықпен түсінесіздер, бәр нәрсе өмір үйлесіммен дейді ғой, үйлесіммен келеді. Енді бұны рухани тұрғыдан түсіндірейік. Рухы мықты ерлі-зайыптылардың отбасылықсы өте берекелі болады, өйткені рух дегеніміздің руханилықтың қасиеті ол сабырлық, ол мейірім, ол мейірімдік таныту, бір-біріне сабырлық таныту, түсінік таныту деген сияқты, сондай артықшылықтар, сенімділік таныту, міне, бұл руханилықтың жоғары деңгейі. Бұл өте керемет. Енді жан тұрғыдан түсіндіретін болса, әрине жан дегеніміздің ол жүрекке түседі дедік. Оның ең үлкен жауы ол реніш дейді. Реніштен алатын болса, уайым көбейеді адамда. Сонымен көп нәрсе шинелседі, сол үшін жан тұрғыдан айтқанда біз көбірек бірімізге шынайы ашылып, ашық ренішті жинамай, ашық сөйлесе алуымыз керек, айта алуымыз керек, сезімдерімізді көбірек білдіре алуымыз керек. Ал енді нәпсі тұрғыдан айтатын болсақ, нәпсі дегеніміз не? Ол менменділік, ол дауыс көтеру, салысу бір-бірімен, тіпті дауыстарын жарыстыру бір-бірімен, сол сияқты өте қаталдық, қаттылық. Міне, сонда адамның ішкі нәпсісімен нәпсісі соғысады деген сөз екі адамның. Сондықтан бұл нәпсінің жетегіне кету. Сол үшін нәпсіні тәрбиелеу керек дейміз ғой. Нәпсіні тәрбиелесеңіз, сіздерге түсінік келеді, сабырлық келеді, кешірімділік келеді, мейір, махаббат келеді. Сонымен адамның отбасыңызға қайтадан береке келеді. Сол үшін айтамыз, рух жетекші болу керек, жан дегеніміз таза болу керек жанымыз. Нәпсіні тәрбиелеуіну тиіс дегеніміз, нәпсіні тәрбиелеуіміз керек. Міне, осылар байналысқан кезде сіз отбасыңыздың тыныштығын сақтап, ерлі-зайыпты қарым-қатынасыңызды одан ары жақсартуыңызға болады. Егер одан ары түсінгіңіз келсе, өзіңіздің жаныңызды тазартып, рухани өскіңіз келсе, менің жекелігіме хабарласыңыздар. Оң хатымды Сәбикүл деп теретін болсаңыздар, мені қоса аласыздар. Сау болыңыздар.